Әр елдің тарихында жаңа туған нәрестені бесікке бөлеп бесік жырымен тербеткенде сәби тыныштанып өзгеше күйге бөленетін болған. Оның құпиясы музыканың дұрыс эмоционалды күйді тауып, жүрек ырғағы тыныс алуын жақсартып қана қоймай, таныс музыкалық тіркестердің қайталануы пульсті бәсеңдетіп, тыныс алуды тереңірек әрі біркелкі етуінде екен. Кейін сәби өзінің ішкі ойы мен сөзін жеткізе алмай жатса да, аспаптарда ойнауы мен сурет салуынан оның жан дүниесін байқап сезуге болады екен. Сондықтан ішкі дүниенің құпия кілті болып саналатын музыкалық қабілетті оның мектепке дейінгі кезеңінен бастау керек. Сәбиіңізге кішкентайынан дастархан басында отыруды қалай үйретсеңіз, музыкаға да солай үйрету керек. Әсіресе халық әнін, өз халқының музыкасын тыңдату керек. Кейін мүмкіндігінше қандай да болса да өзі қалаған әнге, термеге немесе музыка үйірмесіне жаздыруға болады. Уақыт өте жүздеріндегі қуаныш пен шаттыққа қарап, музыканың оларға не бергенін, кішкентай жүректеріне таң қалуды, күлуді, мейірімділікті, шынайылықты, сүйіспеншілікті қалай сіңіргенін байқауларыңызға болады. Балалық кезеңде сұлулық әлеміне терезе ашқан адам ер жете келе өмірді толық және қуанышпен қабылдай біледі. Құрметті тыңдармандар, ақпарат пайдалы болса, лайк басып, подписаться етіп, келесідегі бұдан қызық және пайдалы ақпаратты жіберіп алмауларыңыз үшін қазақша каналды қолдап кетіңіздер.